Мирзиев Қарақалпақстанның егемендігі туралы Конституция баптарын өзгертпеу туралы шешім қабылдады. Президент нүкіске келіп, жоғарғы кеңес депутаттарымен, аға буын өкілдерімен және Қарақалпақстан активімен кездесті. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев нүкісте өткен кеңесте Қарақалпақстан тұрғындарының наразылығын тудырған ел Конституциясының 70, 71, 72, 74 және 75 баптарының қолданыстағы редакциялары өзгеріссіз сақталуы керек деп мәлімдеді. Сенбі 2 шілде күні президент нүкіске келіп, жоғары кеңес депутаттарымен, аға буын өкілдерімен және Қарақалпақстан активімен кездесті. Президент Конституцияға өзгерістер мен толықтыруларды талқылау үдерісі әлі де жалғасып жатқанын, сондай-ақ Қарақалпақстан тұрғындары айтқан пікірлерді зерделеу негізінде Өзбекстан Республикасы Конституциясының баптарының қолданыстағы редакцияларын өзгеріссіз сақтау қажеттігін атап өтті. Өзбекстанның қолданыстағы Конституциясында Қарақалпақстан халқының жалпы референдумы негізінде ел құрамынан шығу құқығына егемен республика ретінде көрсетілген. Жақында ел Конституциясына түзетулер жобасына сәйкес бұл ережелерді алып тастау ұсынылған. Осы түзетулерге байланысты 1 шілдеде Қарақалпақстанда заңсыз митингілер басталды. Өзбекстанның ішкі істер министрлігі Қарақалпақстанның бас қаласы нүкісте өткен митингтерге республикада жүргізіліп жатқан конституциялық реформаларды дұрыс түсіндірмеуі себеп болғанын атап өтті.